Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Біз сіздермен кезекті сабағымызды бастаймыз. Мен Алматы қаласындағы шетел тілдері педагогикалық колледжінің қазақ тілі пәнінің оқытушысы Ережепова Әдия Оразақын қызы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Сабаққа дайынсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Дулат Бабатайұлы және оның Аягөз өлеңі. Сабағымыздың мақсаты Дулат Бабатайұлының өмірімен және оның шығармашылығымен танысамыз. Сонымен қатар Аягөз өлеңінің мазмұнын, тақырыбы мен идеясын талдай отырып, бабалар сақтап келген ұлтарақтай жерді қорғауға, аманатқа қиянат жасамауға, көздің қарашығындай сақтауға, бардың қадірін, туған жер тағдырын халық тағдыры деп білуді үйренеміз. Алдымен Дулат Бабатайұлының өмірімен танысайық. Дулат Бабатайұлы 1802 жылы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Сандықтас қонысында дүниеге келген. Ол өз заманының көрнекті ақыны. Оның шығармалары дидактикалық негізде жазылған. 1880 жылы қазанда жарық көрген «Өсиетнама» деген жинағына ақынның замана туралы толғаулары енген. Өмірі туралы деректер толық зерттелмеген. Ал оның өлеңдері ел ішіне ауызша және қолжазба түрінде таралған. Кейбір өлеңдері Қазан қаласынан 1880 жылы алғаш рет «Өсиетнама» деген атпен жеке кітап болып жарық көрген. Жинаққа ақынның сол кезеңдегі қазақ елінің саяси әлеуметтік өмірін шыншылдықпен жырлаған ой толғаныстары енген. Ол 1874 жылы дүние салған. Бір 1962 жылы 18-19 ғасырлардағы қазақ ақындарының шығармалары деген жинақта ақынның өлеңдері жарық көрді. 1965 жылы 3 ғасыр жырлайды жинағында да Дулат Бабатайұлының өлеңдері жарияланды. 1957 жылы Жұлдыз журналына тұңғыш рет Еспенбет поэмасы жарияланды. Ал 1991 жылы Замана сазы деген атпен жеке жыр жинағы жарық көрді. Дулат ақынның өлең жырларының басты сарыны 19 ғасырдың алғашқы жартысындағы отаршылдық әрекеттерге рухани қарсылық көрсету болатын. 19 ғасырдың алғашқы жартысында өмір сүріп, туған елінің тарихи бір кезеңін жырлап өткен қайталанбас ақын. Дулат Бабатайұлы патшалық Ресейдің қазақ өлкесін күшпен отарлау кезеңін, одан туған зобалаңдарды өз көзімен көріп, соған барынша наразылық білдірген. Отаршылдықтың сыншысы, елдіктің, еркіндіктің жоқшысы, жаршысы болды. Дулаттың ұлылығы да осында еді. Еркіндігі шектелген, азайған халықтың елдігі, бірлігі де кемитінін, берекелі бола алмайтынын Дулат терең түсіне білді. Дулат ақын жасынан ақындық жолын қуып, талмай ізденген. Ақындықты Тәңірдің сыйы, елдің жан сырын, мұң шерін толғайтын даналық өнер деп түсінген. Ақын 19 ғасырда өмір сүріп, сол мазасыз тарихи қиын кезеңді жырлады. Ол патша өкіметінің қазақ жерін қалай отарлап жатқанын және қазақ халқына қандай қысым көрсеткенін өз көзімен көрді. Мүмкіндігінше бұған қарсы шықты.
Арабшаға сауатты болған Дулат өз уақытының білімді адамы болды. Дулат ақынның арқасында қазақ халқы 17 ғасырдың ақыны Ақтамберді жыраудың өлеңдерін танып білді. Дулат ақынның «О сарыарқа, сарыарқа, асқар таудың сәні жоқ, Сүлейменге, аягөз қайда барасың, Кеңесбайға, бараққа, тегімді менің сұрасаң» атты өлеңдері халыққа танымал. Дулат ақын өлеңді ауызша да, жазбаша да шығарған. Ол қазақ поэзиясын мазмұн, тақырып жағынан байытқан. Сол уақыттың ахуалын қаз қалпында білдірген күрескер ақын. Ол бұхар жырауды, Ақтамберді жырауларды ұстаз тұтқан ойшыл. Дулат поэзиясының жанры. Оның поэзиясы дидактикалық жырлар. Ертегі аңыз сюжетіндегі толғаулар, мысал сөздер, сатиралар, лирикалық монолог, арнау өлеңдер болатын. Осы өлеңдердің толғауларының тақырыбын толықтыра түсетін болсақ, жаңағы өзіміз айтып өткен арнау өлеңдер туған жер туралы, тарих көші туралы, адамның іс-әрекеті, мінезі туралы, кәсіп туралы, адамның жас кезеңі туралы, ақындық туралы болатын. Енді аягөз өлеңіне құлақ түрелік. Тауды екіге жарасың, тастың қашап арасын, кесіп өтіп кезеңді, аягөз қайда барасың? Тарбағатай тауынан 90 сала қосылып, 9 өзен түйісіп, ақтың төмен жосылып. Ағының тасты ағызып, арнаң қалды осылып. Күркіреген үніңнен аңдар қашты шошынып. Қырға суың тарады, ойға суың барады, тоған менен тосылып. Аягөз, сенің бойыңда несібе ырыс тегіс қой, сай-салаң толған жеміс қой. Қырың малдың кіндігі, ойың өнім егіс қой. Айтуға ауыз келеме, аягөз кімнің жер еді? Жер сауырын жайлауды, ел сауыры дереді. Жер кімдікі дегенде, аға сұлтан қазылар не деп жауап береді? Не сіздер қазір ғана аягөз өлеңімен таныстыңыздар. Атамекен, адамның ата-бабаларынан кіндік қаны тамған, өсіп өнген жері екендігін, сондықтан адамның туған жерді дүниедегі ең қымбатты, ең қасиетті, ең аяулысын анасына балаған. 19 ғасырдың орта тұсына қарай патша отаршылдары елді құт қонысынан ысырған тұста, осы шығарған өлеңдерінде туған жердің ендігі тағдыры үшін қан жылаған ақын жүрегінің күйініші үлкен суреткерлік қуатпен бейнеленген. Дулат өзінің аягөз өлеңінде тамаша, осы жердің көркем келбетін кестелі тілмен суреттей отырып, осынау атамекен құт берекелі көркем қоныс еді, енді кімдікі деп сұрақ қояды. Сол арқылы жұрттың туған жерді сүю, қорғау түйсігін оятып, оның қазіргі жағдайын шамырқандырмақ болды. Аягөз өлеңімен оның шүйгін де, жемісті өңірін маржандай таза шырайлы тілмен бедерлеп, құлпырған суреттермен тыңдаушыны елітіп, кенет сөз ағысын бұзып, айтуға ауыз келеме, аягөз кімнің жер еді? Жер сауырын жайлайды, ел сауыры деп еді, деп аягөздің сол кездегі күніне оралтады.
Бұл шығарманың идеялық мазмұны: дүние өзгерді, жер, су, адам, әкім бәрі азды, тозды, бұзылды. Енді бұл дүниені өзгертпесе, қазақтың бағы ашылмайды деген түсінік. Туған жердің қасіретін көру, арқыраған аягөздің сол кездегі аянышты халін ақын ретінде жан жүрегімен езіле, егіле өкінішімен ұштасып жатады. Туған өлкесінің сұлу табиғатын ардақтап, өзін соны қорғаған қызғышқа теңейді. Осындай жердің өзінікі екеніне қуана, бақытты сезімге бөленіп отырған ол, табан астында сол асылынан айырылып, пұшайман күйге түседі. Осының бәріне мойындарына жезден қарғы таққан би, старшындар мен ұлықтарға жағымды болған аға сұлтан, қазылар кінәлі екеніне ызаланған ақын мысқылмен: бейнең қандай болды екен, қарасаңшы бір мезгіл қолдарыңа айналып, дейді өзін тыңдап отырғандарға. Елін, жерін жанындай жақсы көріп, оның тағдырын ойлап күйзелген ұлы жырау тек шындықты, шынайы сезімді бейнелейді. Оның туған жер туралы толғауларының тарихи мәні де, тәрбиелік құндылығы да сонда. Өлеңді оқып, ғажайып жердің табиғатына тәнті болғанда, осы өкінішке кінәлі, жауапты кім, деп сұрақ қояды. Бұған кінәлі би, старшын ұлықтарға жағымды болған аға сұлтан қазылар екенін айтады. Жеріңнің алды шұрайын, дуал салып жайласып, датыңды айтсаң майырға, Сібірге кеттің айдалып, бейнең қандай болды екен, қарасаңшы бір мезгіл қолдарыңа айналып, дейді. Енді мынандай тапсырмаларды орындауды ұсынамын. Мына сұрақтарға өз сөздерімен шағын ғана жауап жазыңдар. Аягөз бұрын қандай еді? Ақын оны қалай суреттейді? Аягөз жері неге өзгерді? Оған не себеп болды? Қарапайым халық тағы кімдерден зәбір көрді? Оны ақын қалай суреттеді? Осы қиыншылықтан шығудың жолын неден іздейді? Ақын кімдерге өкпелі? Ақын ойын қалай қорытындылайды? Дулат Бабатайұлы нені айтып күйінді? Ақынның өз ортасына деген көзқарасы қандай болды? Дулат Бабатайұлы өмір сүрген уақыттағы қазақ елінің жай күйі, тарихи жағдайы қандай болатын? Міне осы сұрақтардың жауаптарын мәтіннен тауып оқыңдар. Енді Аягөз өлеңін сатылай кешенді талдау ретінде ұсынамын. Оны мына жоба бойынша талдау керек. Жанры, қай жанрға жатады? Өлеңнің идеясы, шығармадағы тарихи кезең, мәтінде кездесетін ел, билеушілер. Осылайша топтастырып талдауды ұсынамын. Енді осы Аягөз өлеңінің мазмұнына сәйкес мына мақал-мәтелдердің жартысын табуды, сәйкестендіруді ұсынамын. Бірінші мақал: отаныңа опасыздық еткенің. Екінші мақал: отансыз адам. Үшіншісі: ұлтарақтай болса да ата қоныс жер қымбат. Және соңғы мақал: ерінен айырылған көмгенше жылайды. Міне осы мақалдардың келесі жартысын тауып сәйкестендіруді сіздерге тапсырамын. Келесі тапсырма: 10-шы сыныпқа арналған мектеп баспасынан жарық көрген қазақ әдебиеті оқулығынан
Бұл оқулық жалпы білім беретін мектептерге арналған қоғамдық гуманитарлық бағыттағы оқулық. Авторлары сіздердің алдарыңызда тұр. Осы оқулықтың 57-84 беттерін ашып, Дулат Бабатайұлы туралы берілген мәліметтермен толық танысасыздар. Келесі тапсырма. Осы оқулықтан және өздеріңіздің қазіргі көріп отырған бейнематериалдан Дулат Бабатайұлының өмірі мен шығармашылығы туралы мәліметтерді толықтырып, ол туралы әңгімелеп, сосын аягөз өлеңін жаттап, видеоға түсіресіздер. Түсірген видеоларыңызды сіздердің алдарыңызда тұрған электрондық поштаға жіберулеріңізді өтінемін. Сіздермен бірге болған мен, Адия Оразақынқызы, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Менің Instagram парақшама жазылуды және достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.